Қайырлы күн, достар. Мен зерделі ақыл ой дамыту орталығының қазақ тіл мұғалімі Жанар Қайырбекқызы. Біз бүгін сіздермен сын есімнің түрлерін өтетін боламыз. Дара және күрделі, сапалық және қатыстық түрлеріне тоқталамыз. Әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Сын есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сын есім және күрделі сын есім. Дара сын есім бір сөзден ғана тұратын сын есім. Мысалы, сары, таза, сұлу, кең. Күрделі сын есім екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Сөздердің қосарлануы, болмаса сөздердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, сап-сары. Сары сөзі сап күшейтпелі сөзінің қосарлануы арқылы жасалып отыр. Мұнтаздай таза екі сөздің тіркесуі арқылы жасалған. Өте кең, ең әдемі деген сын есімдер екі сөздің тіркесуі арқылы және өте ең деген сөз күшейтпелі сөздердің тіркесуі арқылы жасалған. Мәтінге назар аударыңыздар. Түйенің жаңа туған ботасы әдемі, сүйкімді болады. Қап-қара, мөп-мөлдір екі көзі бар. Сол үшін қазақтар қызын сұлу ботаға теңеп, оған ботагөз деп ат қойған. Бота әдеміліктің, сұлулықтың белгісі. Мәтінге байланысты тапсырма жұмысын орындайық. Берілген сөйлемдердің ішінен дара және күрделі сын есімдерді табыңыздар. Дара сын есімдер бір сөзден тұрады, ал күрделі сын есімдер екі немесе одан да көп сын есімдерден, оның ішінде сын есімдердің тіркесуі арқылы, болмаса сын есімдердің қосарлануы арқылы жасалады. Алдымен дара сын есімдерді тауып алайық. Қандай, әдемі, сүйкімді, сұлу сын есімдер дара сын есімге жатады. Қап-қара, мөп-мөлдір сын есімдері күрделі сын есімге жатады. Сын есім мағынасына қарай екіге бөлінеді. Сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Сапалық сын есім заттың түр-түсін, сапасын тікелей білдіретін сын есімдер болып табылады. Мысалы, сұр, қызыл, үлкен. Қатыстық сын есім басқа сөз таптарынан жасалған туынды сын есім. Мысалы, бойшаң, өнерлі, ауыспалы. Бойшаң, өнерлі сөздері зат есім сөз табынан жасалып отыр. Ауыспалы сын есім етістік сөз табынан жасалған. Төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөйлемдерден сапалық және қатыстық сын есімдерді табыңыз. Сапалық сын есімнің өзінен жасалған сын есімдер, ал қатыстық сын есімдер басқа сөз табынан жасалған сын есімдер болып табылады. Бірінші сөйлемді оқим, мұқият тыңдап отырыңыздар. Гүлнар әдепті қыз. Қандай қыз? Әдепті. Сын есім. Сын есімнің ішінде қатыстық сын есім. Өйткені зат есімнен жасалған. Әдеп. Не? Әдеп. Әдепті. Қандай? Әдепті. Қатыстық сын есім. Екінші сөйлем. Ұстаз құрметті адам. Осы сөйлемнің ішінде қандай адам? Құрметті деген сөз сын есім болады. Сын есімнің ішінде қатыстық сын есім. Зат есімнен жасалып отыр. Келесі сөйлем. Көмір пайдалы қазбаларға жатады. Осы сөйлемнің ішіндегі пайдалы сөзі сын есім болады. Сонымен бірге қатыстық сын есім. Зат есім сөз табынан жасалған. Пайда. Келесі сөйлем.
Бүркіт ұясын биік қияға салады. Қандай қияға салады? Биік. Биік сөзі сын есім. Сын есімнің ішінде сапалық сын есім. Өйткені сын есімнің өзінен жасалған. Келесі сөйлем. Анам тәтті тамақ пісірді. Тәтті. Қандай тамақ пісірді? Тәтті тамақ. Сын есім. Сын есімнің ішінде сапалық сын есімге жатады. Келесі мәтінге назар аударыңыздар. Алмастың бір ақылды, әдемі күшігі бар. Аты құт жол. Қара ала түсті, үлкен денелі күшік. Адамдардың жақсы ниетін бірден сезеді. Бөтен адамдарды аулаға кіргізбейді. Құт жол біздің күзетшіміз. Мәтінге байланысты тапсырма жұмысын орындайық. Сын есімдерді тауып, түрлеріне қарай ажыратыңыздар. Ал біз бүгін сіздермен сын есімнің дара және күрделі, сапалық және қатыстық түрлерін өттік. Сонымен мәтіндегі сын есім, ақылды, сын есімнің қай түріне жатады? Бір сөзден құралған, сондықтан дара сын есім, зат есім сөзінен жасалып отыр, сондықтан қатыстық сын есімге жатады. Келесі сын есім әдемі. Қандай? Әдемі. Дара сын есім және сапалық сын есім. Сын есімнің өзінен жасалып отыр. Келесі сын есім қара ала. Күрделі сын есім екі сөздің тіркесу арқылы жасалған. Сонымен бірге сапалық сын есім. Сын есімнің өзінен жасалып отыр. Келесі сын есім үлкен. Қандай? Үлкен. Дара сын есім. Сонымен бірге сапалық сын есім. Келесі сын есім жақсы. Қандай? Жақсы. Дара сын есім. Сонымен бірге сапалық сын есім болып табылады. Келесі сын есім бөтен. Қандай? Бөтен. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Сонымен бірге сапалық сын есім. Құрметті достар, мен бүгін сіздерді сын есімнің түрлерімен таныстырып өттім. Бүгінгі сабақта өткен сын есімдерді, сонымен бірге жаңа сөздерді жаттап алып, күнделікті өмірде пайдалана біліңіздер. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліңіздер. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.